Қазақ дүниетанымында табиғаттың киесі бар деп сенеді. Ал енді осы видеода табиғатқа қатысты ырым тыйымдар туралы айтамыз. Күн күркіреп нөсер жауып, найзағай жарқылдағанда үйдің іргесін отпен аластайды. Найзағай тәңірдің жын шайтанға атқан оғы. Үй іргесін отпен аластау атқанып жатқан жын шайтандар үйдің іргесіне келіп тығылмасын дегені. Іргені отпен аластамаса, үйге жасын түседі деп ырымдайды. Отты және оттың басын сабаламайды. Бұлай істесе үй ішінің құты қашады, оты сөнеді деп ырымдайды. Жаңа түскен келінді үйге кіргізгенде үлкен оттың алдына сәлем бергізеді. Отқа май салғызады. Жол үстіне күл төкпейді. Олай істесе жолы кесіледі. Дерт жабысады деп біледі. Көк шөпті жұлмайды, ағаштың бірін үзбейді, көк шыбықты сындырмайды. Жас өнімнің бәрі бақыттың, өмірдің бастамасы, бар тіршіліктің қайнар көзі. Жапан далада жалғыз өскен ағашты кеспейді, зақымдамайды. Оның саясына барып, паналап ұйықтамайды. Олай істесе сол ағаштай сопиып, жалғыз қаласын. Судың көзіне, бұлақ басына, бастау басына суға дәретке отырмайды. Барлық тірліктің атасы да, жан біткеннің анасы да сол бұлақ бастау деп біледі. Әлгінде істегенде судың киесі атады, қарғысы тиеді деп ырымдайды. Торғайдың және басқа да құстардың жұмыртқасын сындырмайды, бетке секпіл түседі деп ырымдайды. Қысты күні кемпірқосақ көрінсе, жыл құтты, ел тыныш, мал төлді, өнім мол, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жайдарлы жаз болады деп ырымдайды. Балапан құсты өлтірмейді, өлтірсе бақ таят деген ырым бар.